Қайырлы күн, бүгін біз кеспе көже дайындаймыз. Қамырын бірге жасайық. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті өнімдер 2 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 200 грамм ұн қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болған соң 15-20 минутқа қойып қойсақ, жайылуы өте ыңғайлы, әдемі болады. Енді қамырымызды жақсылап жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң, видеодағыдай қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп кесіп алып, жұқалап турап шығамыз. Біздің кеспеміз дайын. Қайнап тұрған сорпаға салып 8-10 минутқа пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.